Грек жаңғағы пайдасы мен зияны. Грек жаңғағы адам ағзасына өте пайдалы дәрумендерге бай. Ол ең алғаш рет Жерорта теңізі мен Орталық Азияда пайда болып, әлемге тарала бастады. Бұл жаңғақтар өзге өнімдерге қарағанда өз бойына көптеген пайдалы антиоксиданттарды жинап алған. Жаңғақ мидың жұмысын жақсылап қана қоймай, сонымен бірге жүрек аурулары мен қатерлі ісікке де таптырмас ем. Көбіне грек жаңғағының өзін жей береді, алайда оны кейде салатқа, пастаға, таңғы асқа және әрқилы тәттілер мен пісіріп қолданса да болады. Әрі одан кез келген салатқа қосуға арналған жаңғақ майы да дайындалады. Грек жаңғағының пайдасы. Грек жаңғағының құрамында пайдалы дәрумендер мыналар: В2, В12, А, Д, С, Е, К және омега-3 пен омега-6 бар. Сонымен қатар фосфор, марганец, йод, калий, магний сынды басқа да пайдалы заттар мен микроэлементтер бар. Жаңғақ сиыр етіне қарағанда жоғары калориялы және 17% ақуыздан тұрады. Әрі бұл вегетариандар үшін таптырмайтын ингредиент болып саналады. Грек жаңғағы өздігінен синтезделмеген және ми мен бауырдың жұмысын жақсартатын қанықтырылмаған қышқылдарды қамтиды. Жаңғақ майы қабынуға қарсы бактерицидтік қасиетке ие және иммундық жүйені дұрыстап, ағзаны әрқилы ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Жаңғақты жүктілік алдында, радиациядан қорғану барысында, жадты жақсарту үшін де, жүйке жүйесін дұрыстау мақсатында да тұтынған жөн. Грек жаңғағының зияны. Грек жаңғағы мықты калориялы болғандықтан, оны семіздікпен күресіп жүргендерге және балаларға мөлшерден тыс жеуге болмайды. Бұларды теріс тұтыну мен ми жұмысы мен бадамша бездерінің қызметіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Грек жаңғағының кері әсері нейродермит ауруынан алдында және ішек және асқазан асты аурулары кезінде қолдануға қарсы. Өнімді тек балғын кезінде тұтынған дұрыс. Өйткені көгерген жаңғақтың құрамында қауіпті ісік пайда болғызатын афлотоксиндер бар. Жаңғақты тұтынарда өте мұқияттылықпен қарағаныңыз жөн. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің видеомыз осындай қысқа болды. Сондықтан соңына дейін көргендеріңіз үшін алғыс білдіріп, каналға тіркелуді сұраймыз. Бізде бұдан да қызығырақ пайдалы ақпараттар бар. Кіріп қарасаңыздар болады.